Сәлеметсіздер ме, каналымыздың құрметті көрермендері және 1С программасының қолданушылары. Бүгін біз сіздерге 1С программасын бастапқы толтыру тақырыбына қадам бойынша нұсқау көрсетеміз. Ол үшін біз пайдаланушымыздың, яғни пользовательдің атынан 1С программасына кіреміз. Онда предприятие, яғни кәсіпорын деген тарауға кіреміз. Начало работы, яғни жұмысты бастау түймесін басамыз. Мұнда қосылу түймесін басамыз. Мұнда компанияның бинін енгіземіз. Мен әзірше бинсіз жалғастыру дегенді баса тұрамын. Әрі қарай сіз ИП немесе ТОО, яғни компаниямыздың түрін таңдайсыз. Мұнда салық төлеу режимін таңдайсыз. Яғни сіз қандай режим бойынша салық төлейсіз, соны таңдайсыз. Сосын жалғастыру дегенді басамыз. Мұнда начальное заполнение, яғни бастапқы толтыру. Мұнда мындай терезе ашылады. Одан сіз организацияңызды, есеп саясатыңызды, яғни салық есебін, бухгалтерлік есебін, қорларды бағалау әдісін, ұйымның кадр бойынша саясатын көре аласыз. Мұнда ответственные лица организации, яғни организацияңыздың жауапты тұлғалары дегенді міндетті түрде толтырамыз. Мен әзірше жалғастыру дегенді баса тұрамын. Әрі қарай сізде осындай классификатор ашылады. Одан сізге керекті облысты таңдайсыз. Егер сізге бастапқы толтырумен көмек керек болса, сіз біздің 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарлассаңыз болады, және біз сізге бастапқы деректерді енгізу мен бастапқы толтыру жасап береміз, және 1С программасымен жұмыс жасап бастауға көмектесеміз. Мұнда администрирование түймесін басқанда функциональность деген тарау бар. Оның ішінде сіз 1С программасының толық барлық функциялары жасау үшін полная функциональность, яғни толық дегенді таңдауыңыз керек. Онда программаның барлық тараулары сізге қолжетімді болады. Мұнда міне полная, яғни толық дегенді таңдаймыз. Мына организация тарауында сіз организация туралы толықтай мәліметтерді толтыра аласыз. Кейін сіз жұмысты бастау тарабын толтырғанда, сізде мынау организация деген өзі толып тұрады. Саясат дегендер толып тұрады. Біз оны жаңа жұмысты бастау деген тарауда жаңа жасадық. Құрметті көрермендер, сіздерге егер де қандай болса да көмек керек болса, егер қандай болса да сұрақтарыңыз бар болса, сіз біздің кеңес беру желісіне, яғни линия консультация нөміріне хабарласа аласыз. Міне біздің организациямыз. Мұнда міне бәрі толып тұрғанын көре аласыз. Кейін мұнда салық комитетін, сосын НДС бойынша тіркеу туралы куәлік сізде бар болса, осыны бәрін толтырасыз. Кодтарды толтырасыз, банкіңіздің шотын, басқарушы мен бас бухгалтердің қолдарын толтырасыз. Құрметті көрермендер, осымен біздің 1С программасын бастапқы толтыру туралы сабағымыз аяқталды. Біздің 1С франчайзи фаворит компаниясына хабарласыңыз. Біз сізге қуана көмектесеміз. Келесі сабақта көріскенше.